Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 80 жылдығына орай пәнаралық зерттеулер орталығының ашылу рәсімі өтті. Салтанатты шараға химия ғылымдарының докторы профессор Мұхаммедқали Матаев және университеттің директорлар кеңесінің төрағасы Омархан Өксікбаев қатысып лентасын қиды. Бірнеше бағыттағы ғылыми зертханадан тұратын орталық әртүрлі салаларда іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу арқылы ғылымның дамуына үлес қосады деп күтілуде. Мұнда ғалымдар арасында білім мен тәжірибе алмасу үшін бірегей алаң қалыптастырылған. Университет жас мамандарды тәрбиелеп қана қоймай, ғылым саласына да өте орасан зор көңіл бөліп отыр. Бүткіл республикада жоқ лабораториялық жағы үлкен оборудованиелер келіп отыр. Олардың ертеңгі біздің ғалымдардың сол жердегі атқарған тәжірибесінің арқасында үлкен бір жаңалықтар болады деген сенімді ұялатады. Және оған менің өзім сенімім бар. Сондықтан да бұл университет тек дәріс беретін жастарды, мұғалімді тәрбиелейтін емес, ғылымға да қосатын үлесі зор болмақ. Пәнаралық зерттеулер орталығы биомедицина, биотехнология, химия және материалтану саласындағы ең өзекті мәселелерді шешуге бағытталған. Мұнда биомедициналық және биотехнологиялық зертхана, электронды микроскопия зертханасы, рентгендік фазалық талдау зертханасы, кванттық магнитометрия зертханасы, электрофизикалық және биологиялық белсенділігі бар жаңа материалдарды синтезу зертханасы, идея және ынтымақтастық сынды бірнеше зертхана бар. Біздің университеттің жас мамандары, магистранттарға, докторанттарға арналған ғылыми ауқымды, маңызды іс-шара деп айтуға болады. Бұл жерде біздің магистранттар ғылыми деңгей халықаралық жоғары деңгейге жету үшін осы орталықта өздерінің ғылыми бағыттарын шыңдайды. Бұның тағы бір бағыты, егер біз осы орталықта әр ғалымдардың ғылыми бағыттарын біріктіретін болсақ, бізде синергетикалық эффект болып, біздің ғылыми жаңалықтарымыз одан да жоғары биіктерге көтеріледі. Құрылғылар енді бұл жерде өте көп. Соның арқасында 9 зертхана ашылды. Ол зертхананың әрбіреуінің өзінің функционалдық бағыты бар. Кейбір бағыттары осы Қазақстанда теңдесі жоқ зертхана болып анықталады. Ол дегеніміз кванттық магнитометрия. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым комитеті ұсынған гранттық қаржыландыру негізінде және ішкі қаржыландыру бойынша 8-ге жуық ғылыми жоба жүргізілуде. Мұнда білім алушылар халықаралық деңгейге жету үшін өздерінің ғылыми бағыттарын шыңдайды. Орталықта университет профессорлары, жас ғалымдар мен докторанттар, сондай-ақ ғылыми қызметкерлер мен инженерлер қызмет ететін болады. Ғалымдар мен зерттеушілер әртүрлі салалардағы әлемдік көшбасшылармен тығыз жұмыс істеп, тәжірибе мен білім алмасады. Бұл бізде рентген фазалы талдау орталығы. Қазіргі таңда біз күрделі оксидтердің синтезімен айналысып жатырмыз. Бұл бізде жұмыс үстеліміз. Бұл жұмыс үстелінде осы рентген дифрактометр құрылғысында анықталатын материалымызды дайындап аламыз. Жалпы бұл орталық қазіргі таңда студенттер үшін көп мүмкіндігін беруде. Бұл бізде Rigaku Miniflex 600 құрылғысы, яғни бұл құрылғы біздегі түсірілетін материалымыздың кристалдық торының құрылысын анықтап береді. Осы құрылғыда түсірілген материалдарымыз арқылы біз жаңағы түсірілген материалымыздың физика-химиялық мәндерін анықтай аламыз. Осының негізінде студенттеріміз халықаралық республикалық ғылыми конференцияларда өзінің мақалаларын қорғауда және атақты журналдарда өздерінің мақалаларын жариялауда. Пәнаралық зерттеулер орталығын ашу Қазақстан ғылымы мен экономикасы үшін маңызды қадам. Ол тек жергілікті мәселелерді шешуге ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлем үшін пайдалы болатын инновацияларды белсенді түрде енгізуге бағытталған.